Саламатсыздар ма? Мен Ақтөбе облысы Темір ауданы жоғарғы гимназиясының математика пәні мұғалімі Сарын Тимур Бекбайұлы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз түзудің теңдеуі. Түзудің теңдеуінің бірнеше түрі бар. Ең алғашқысы y тең бар kx плюс b. Мұнда k деп отқанымыз түзудің бұрыштық коэффициенті. Оның формуласы k тең болады таңғы алфа тең болады y2 минус y1 бөлінген x2 минус x1. Келесі теңдеу ax плюс by плюс c тең болады 0. Келесі теңдеуіміз x минус x1 бөлінген x2 минус x1 тең болады y минус y1 бөлінген y2 минус y1 түріндегі теңдеу. Енді жеке-жеке тоқтап көрейік. y тең бар kx плюс b түріндегі теңдеу ол түзудің бұрыштық коэффициенті арқылы жазылған теңдеу. ax плюс by плюс c тең болады 0 түріндегі теңдеу бұл түзудің жалпы теңдеуі. Ал x минус x1 бөлінген x2 минус x1 тең болады y минус y1 бөлінген y2 минус y1 түріндегі теңдеу. Бұл түзудің бойында жатқан екі нүктенің координаталары арқылы жазылған теңдеу. Яғни бізге қандай да бір екі нүктенің координатасын беретін болса, осы екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін жаз деген болса, онда біз осы үшінші формуланы қолданатын боламыз. Енді сіздерге түзулердің орналасу жағдайларын көрсетіп берейін. Түзулер көлбеу орналасуы немесе қандай да бір оське перпендикуляр болуы. Мысалы, міне көлбеу орналасқан түзу. Яғни ол абсцисса өсіммен қандай да бір сүйір-бұрыш жасап орналасқан түзу. Немесе былай орналасу. Немесе былай орналасу. Сіздердің көріп тұрған мына үш түзудің үшеуі де координаталар бас нүктесі арқылы өткен түзудің теңдеуі. Келесі, мысалы мынандай орналасу. Яғни абсцисса арнар өсімде қиып өтеді. Немесе былай өтеді. Келесі, немесе қандай да бір өске перпендикуляр болуы. Мысалы, y тең болады 1 деген түзу. Оның графигі мынадай түрде бар. Яғни y өсінен 1-ден нүктесін таңдап және абсцисса өсіне параллель болады. Немесе ординат өсіне перпендикуляр болатын түзу. X тең болады 3 деген түзу. Ол абсцисса өсіндегі 3 деген нүктені аламыз және ординат өсіне параллель болатын түзу. Осылайша бірнеше жағдай бар. Бірінші мысал. M түзуі 5x минус 4y плюс 1 тең болады 0 теңдеуімен берілген. A нүктесі, B нүктесі, C нүктесі, D нүктелерінің қайсысы M түзуімен тиісті? Оны тексеру шарт. Алдымен біз A нүктесінің координатасын қарайық. 0-де минус 1. Яғни абсцисса x-і 0-ге тең болып тұр, ал y-ге минус 1-ге тең болып тұр. Берілген түзудің бойындағы x пен y-дің орнына A нүктесінің координаталарын сәйкесінше қойып. Сонда 5 көбейтілген 0 минус 4 көбейтілген минус 1 плюс 1 тең болады 0-ге. Сонда 0 плюс 4 плюс 1 ол тең болады 0-ге, одан 5 тең болады 0-ге тең болады. Бұл теңдік дұрыс емес. Сондықтан A нүктесі түзуге тиісті емес дейміз. Келесі. 5 көбейтілген 0 минус 4 көбейтілген 0 плюс 1 тең болады 0-ге. Одан 1 тең болады 0-ге теңдік шарт, ал бұл теңдік дұрыс емес. Сондықтан B нүктесі де түзуге тиісті емес. Келесі. С нүктесін қарайық. 5 көбейтілген минус 1 минус 4 көбейтілген минус 1 плюс 1 тең болады 0-ге. Минус 5 плюс 4 плюс 1 тең болады 0-ге болады. Минус 5 плюс 5 тең болады 0. Одан 0 тең болады 0 деген теңдік шарт. 0 тең болады 0 болатын болса, теңдік дұрыс. Ол С нүктесі түзудің бойында жатыр емес. Келесі, D нүктесін тексеріп көрейік. 5 көбейтілген 2 минус 4 көбейтілген минус 1 плюс 1 тең болады 0-ге. Сонда 10 плюс 4 плюс 1 тең болады 0-ге. Бұдан 15 тең болып тұр 0-ге. Бұл теңдік дұрыс емес. Сондықтан D нүктесі түзудің бойында жатпайды дейміз. Біздің келесі мысалымыз суретте көрсетілген түзудің теңдеуін жаз.
Яғни суретте А нүктесі берілген және Б нүктесі берілген. Бұл екі нүкте түзудің бойында тұр. Сондықтан олардың координатасын анықталайық. А нүктесінің координатасы 2-де 0-де 2, Б нүктесінің координатасы 3-де 0. Жоғарыда айтқан үшінші формула бойынша түзудің теңдеуін жазайық. Сонда x минус 0 бөлінген 3 минус 0 болады, тең болады y минус 2 бөлінген 0 минус 2. Сонда x бөлінген 3 ол тең болады y минус 2 бөлінген минус 2-ге тең. Бұдан y минус 2-ні табатын болсақ, ол тең болады минус 2x бөлінген 3-ге тең. Бұдан y тең болады минус 2x бөлінген 3 плюс 2-ге тең. Енді қараңыздар. Біз жоғарыда бірінші формула айтқан болатынбыз. Яғни y тең болады kx плюс b түріндегі теңдеуге. Мұнда k-мыз бізде мына теңдеуде k минус 2 бөлінген 3-ге тең. Ал b дегеніміз ол 2-ге тең. Келесі мысал. Координаталар бас нүктесі арқылы және А 2-де 1 нүктесі арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазайық. Координаталар бас нүктесі дегеніміз ол координатасы 10 нүктесі, яғни 0-де 0. Біз әдетте осылай жазамыз. А нүктесінің координатасы ол 2-де 1. Осы екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін мына жоғарыда айтқан үшінші формула қоямыз. Мұнда x минус 0 бөлінген 2 минус 0 ол тең болады y минус 0 бөлінген 1 минус 0. Сонда x бөлінген 2 тең болады y бөлінген 1-ге тең. Бұдан y табатын болсақ, y тең болады x бөлінген 2-ге тең. Так, балалар, сіздерге тақырып түсінікті деп ойлаймын. Олай болса, келесі суретте көрсетілген есептерді шығаруларыңызға болады. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.